Ерлі зайыптылар дұрысы аша ағаш сияқты болмағаны жөн. Неге десеңіз, екеуі екі аша болса, немесе екеуі екі көзқарастың адамы болса, біреуі айтқанды екіншісі терістеп отырса, ол үйде бірлік те, берекет те болмайды. Бірлік пен берекетті сақтаудың ең тура жолы ер берген бұйрықты, бастаған істі әйелі құптау. Ерлі зайыптының тұрмыстық істеріне ағайындықтан кеткісі келген туысқаны араласпасын. Өйткені олар бүгін бірін-бірі қарағылағанымен ертең қайта ауыз жаласады. Сөйтіп, ортадағы істерге араласқан туыс пәлені тудырушы болып қала береді. Демек, ерлі зайыптының істері тек екеуінің ғана істері. Не болса да, екеу ара шешкені ең дұрыс. Өйткені ол сыр. Араласатын ағайының мен, досың мен, туысың мен болған кейбір көңілге қаяу салатын істерді, сөздерді естісең, тіпті жарылып кетсең де, әйеліңе естіртуші болма. Егер байқамай, тіпті ақылдасып болса да айтсаң, әйеліңнің олардан көңілі қалады. Ал енді, әйеліңнің көңілі олардан қалды дегенше, ол адамдармен ара қатынасым үзілді дей бер. Өйткені, әйел қалай айтсаң да отбасының алтын қазығы, ол сырт берген істің берекеті ешқашанда болмайды. Я Аллах, сен шексіз жомартсың, өзің ғана жарылқа. Құлым десең, жаратқандарыңа кіріптар ете көрме, өзіңе ғана кіріптар ет. Өзіңе кіріптар еткен күйі өлтір, тәуекел еттім саған, сен жеткіліктісің. Адам баласы анадан туылғанда әл-Мисақтағы ұлы жаратушы Аллахқа біз сенің құлыңбыз, сен біздің Раббымызсың деп уәде бергендегісіндей пәк күйде туылады. Әрі балағатқа толғанға дейін солай пәк күйін сақтап өмір сүреді. Бұл деген сөз адам рухы екі бастан таза, пәк нәрсе деген сөз. Таза, пәк нәрсе кіршең болатыны тағы рас. Сондықтан адам баласы рухы мен тәнін Аллахқа ғибадат арқылы үнемі бақылауда, рухани жуып-шайып ұстамаса, кіршең киім секілді тез кірлеп отырмақ. Демек, ғибадат рух пен тән үшін иллахи тазартқыш. Тазартқышты дәлме-дәл уағында пайдаланып, адам өзін жуындырып отырса, иншаллах, рух пен тән пәк тұрмақ. Пәкті пәктеу дегеніміз міне осы. Бұл пенденің Құдай алдындағы міндеті. Тағы келіп өзіне өзінің аманатты орындау парыз. Адам мәсілі пәк жаратылған зат. Оның кірлеуі өзіне өзінің жауапкерсіздігінен, сақсыздығынан, өзіне өзі жасайтын шексіз қиянатынан. Тағы бір сөзбен айтқанда, адам пәк жаратылған зат. Пәк жаратылған зат болғандықтан да кірлейді. Оны мына лас дүниеде кірлеуі де заңдылық. Оны кірлетпей таза ұстау тағы келіп адамның өз қолындағы міндеті. Олай болатыны, ұлы жаратушы адамға күллі жаратқандарын билетті. Сөйтті де оның ақылы мен нәпсісін үлкен сынаққа қойды. Егер ол нәпсісі мен ақылын дұрыс істете білсе, өзін жаратқанды таниды. Оны танығасын, өмір деп аталатын ол берген Кәусар өзенге әр сәт сайын шомылу арқылы өзіне рухани жарық алады, тазарып отырады. Ал егер әлгі екі ақыл мен нәпсі қазынасын дұрыс істете алмаса, рухани күс басқан рухы мен тәнін сүйреткен күйінде жаһанамға аттанады. Шын адам боламын десең, керең, мылқау, соқыр бол. Қажырлылық, сабырлылық, қанағатшылдық өне бойыңнан табиғи табылатын болсын. Дүниені сүй, бірақ қызықпа, мейірімің асып төгіліп тұрсын. Міне осының бәрі жиналып келіп,
Құдайы істеріңнің құрбанына айналсын, ал қалғанын Аллахқа тапсыр. Ұстазының мойнына әуелі өзін иманды етіп тәрбиелеу, сосын болашақ ел азаматы шәкіртін өзіндей етіп тәрбиелеу парыз етілген. Ұстаз шәкіртіне өз баласындай, тіпті одан да артық қарасын. Оған тіпті шыбын болып та қонбасын. Ұлт болмысы әне сонда тазарады, оңалады, толық тұлғаланады. Ей пенде, өзім болдым деме, бәрін де берген Аллах, сен дәнені де істемедің. Ертең берген Аллахты ұмытып, өзім қылдым, мен кереметпін десең, берген ені ұмытқан боласың. Оны ұмытасың, ол да сені ұмытады, ал Аллах сені ұмытса, онда біттің, нөлсің, сен де ұмытыласың. Бірақ сенің шын мәнінде ұмытылғың келмейді, білем. Ендеше еңді, бәрін берген, берегеніңді таны, ұмытпа, ал оны танымадың, өлісің. Қазірдің өзінде-ақ сен тіремессің, солай. Мына жалған дүниеде шын боп өмір сүру, анау шын дүниеге адамдық абыроймен барудың кепілі. Бірақ оны мына шын емес дүниедегі пенденің өте көп бөлігі мүлде білмей жүр. Әттең. Бастық болсаң кешірімді бол. Өйткені өзің туралы бірде жайлы, бірде жайсыз сөз естисің. Барлығына жүрегіңмен шыдас берде, керең бол. Қол астыңа мәмілеңді өзгертпе, тіпті өзің туралы жаман айтқандармен жақындас. Табыну мәселесінде адамдарды жерден көкке көтеру керек. Әрине көкке. Бірақ көктегі айға, күнге, жұлдыздарға емес, олардан да арыға. Сонда қайда? Аллахқа. Бәрін жаратқан Аллахқа. Табынуға, бас июге, шын лайық хаққа. Жөн екен. Өйткені пенде табынуға лайықтыны жерден, ондағы таудан, тастан, зираттардан, ағаштардан, бұттардан, аруақтардан, аруақтар кейпіне еніп алатын жындардан, одан әрі кетсе көкте күннен, айдан, жұлдыздардан іздейді. Бұл рухани қараңғылық. Пенделік жеке мүддеге тәуелді. Пенде мүдде үшін өмір сүреді, ал енді адамдық болса, ол пенделік мүддемен отаспайды. Ол пенделік мүддеден ақыл жетпес биікте. Анығында пенде пендеуи мүддеде мүлде қол үзгенде ғана тазалыққа есік ашады. Тазарады, адам болады. Адам күйінде таза рухқа айналады. Періштеленеді. Тіпті періштеден де жоғары өрлеп, періште сәжде ететін сафилық деңгейге жетеді. Бірақ бұл биікке пенде, пендеуи арманшылдықпен әсте жете алмақ емес. Арман нәпсінің қолғанаты болғандықтан да солай. Арман мүддемен де етене. Жалпы пендедегі арманның соңғы мақсаты мүдде. Ендеше мүдденің талаптарының адамдықтың жауы екенін ескерттік. Сол тұрғыдан келгенде, пенде арман мен мүддеден ары қарай асуы шарт болмақ. Демек, оның арғы жағы кеңістік, рухани кеңістік. Егер пендеде арман болуға тиіс болса, ол арман міне осы рухани кеңістікке жету арманы болуы лазым. Өтіріктер өлеңге айналып шын сияқтанады. Жап-жазықтар белеңге айналып шың сияқтанды. Ал шың ше, шыңдар өтіріктердің көзімен құм сияқтанады. Сосын қайта шың шыңданады. Шың шынданды, құм құмданды, ақиқат сәл сынғанды, қайта құнданды. Шүкір. Ғаламды жаратқан Аллах. Жаратылыстың негізі дін.
немесе Аллах жаратқан 18 мың ғаламның иллахи заңдылығы дін. Адам санасы осы дін көрсеткен, үйреткен ережелер мен біліммен екі әлемін дұрыс таниды. Дұрыс тану арқылы өмірін дұрыс сүреді. Тіпті тура дінде болмағандарының өзі өмірін дінмен сүріп тұрады. Тек санасы соқыр қалғаны болмаса.